Армысың асылдым. Елдегі жағдайды өздерің жақсы біліп отырсыздар. Біреу тоңып секірсе, біреу тойып секіріп жатыр. Біреуге жан қайғы болса, біреуге мал қайғы болып жатыр. Әбден шоуды тойдырып, тілімізге тиісті ма, дінімізге тиісіп жатыр ма, әйтеуір білгенін істеп жатыр жан-жақта. Енді не болады, енді не күтіп тұр енді. Дұрыс түсінікті енді. Жоғарғы жыл болып тұр енді. Ақпан 29-на бітті. Біреу мүшелде, біреу басынан қиын жағдай өтіп жатыр. Соғылғыштың эрасы дәуірі басталды деп жатырық. Бірақ қандай да бір үміт бар ма қазақ? Қазақ өз егемендігін ала ала ма? Қазақтың басынан қара бұлт кете ме? Өте қиын жағдай болып тұр. Бұл әдейі істелінген, бұның бәрі әдейі жоспарланған нәрселер. Үлкен алапат өзгерістер күтіп тұр. Осы біреулердің жасаған қиянат үшін біз сабақ алып, үлкен өзгеріске ұшырап, ол өзгерістен шығу үшін өз тағдырымыз өз қолымызда. Егер ел боламыз десек, онда бірігіп, ынтымағымыз, бірлігіміз жарасып, өзіміз болып, өзегімізді, діңгегімізді біріктіруіміз керек. Егер ел болып қаламыз десек, егер жоқ құл боламыз, мал болып жүре береміз, орыстың шұлғауы боламыз, Қытайдың ойыншығы болып жүре береміз десек, онда өмір бақи осындай быт өмір, осылай құлдық дәуірде, исламның религиясында тағы біреудің ойыншығы, шырмауығы болып жүреміз. Жоқ, өзім білем, өзім ел болам, қазақ деген ұлтым бар, қазақ деген атым бар, ата-бабамнан келатқан ұлан байтақ жерім бар, аманатым бар, шежіре заңым бар, салт дәстүрім бар, дінім бар, тілім бар, тарихым бар, өткенім бар, қазіргі ұрпағым бар, ұрпақ үшін, ел үшін десеңіз, онда бәрі өз қолымызда. Құдай бізді қолдайды, аруақтар жебеп жасқайды, тәңір жарылқайды.